Мына әңгіме маған өте ұнады. Сіздер де ерінбей толық оқып шықсаңыздар. Болған оқиға ізімен. Қазір көп әкелер әйеліне қолқанат, баласына құл болып жүр. 6 жасар балам су ішем мама, су ішем деп еді. Ана жақта бала емізіп отырған әйелім кітап оқып отырған маған, анаған су құйып бере салшы деді. Мен осының алдында ғана осы намыс сайтындағы әкенің беделі қалай өседі деген анау бір мақаланы оқымағанда баяғымша ұшып түргелер ме едім, міз бақпадым. Естімеген кісідей есінеп құсынап кітабымды оқи бердім. Бір кезде емшектегі баланы сілке тастап, қатыным жұлқынсын. Кішкентай ғана нәрсе ғой, тұяғын қимылдаса өліп кетесің бе? Деп шаптықты кеп. Үндемедім. Күн күркіреп, найзағай жарқылдап, жаңбыр сіркіреп басылған соң, ештеңе болмағандай жұмсақ қана келші дедім. Менде мұны кішкентай нәрсе деп ойлайтынмын. Жоқ, бұл әсте кішкентай нәрсе емес екен. Отыр сөйлесейік дедім. Бүгіннен бастап баламның жұмысына мені қолқанат қылуды тоқтат. Оның шамасы келмейтін әке ретінде атқаратын көмектесетін жұмыстарды көрсетер мейірімнің мөлшерін өзім білемін. Ол 10 минут кешігіп су ішсе, шөлден өліп қалмайтын еді. Балаңды емізіп болған соң бұлқынбай барып құйып бере сал. Әйтпесе өзі құйып ішетіндей қылып үйрет. Дәл осылай кете берсек, бұл балалар ертең екеумізді де құл қылып дегенімен жүргізетініне көзім анық жетті. Қысқасы сен мені құрметтетіп балаларды тәрбиелеуің керек екен. Балаларымыздың бойына қорыққаннан емес, құрметтегеннен сыйлайтындай дәнегіп үлгеруіміз керек екен. Ертең үлкейгенде кішкене кезінде қорқытып басқарған амалың жүзеге аспай қалады. Сонда не амал істемексің? Міне 6 жас кешіктің, сонда да естен кеш жақсы. Балам әкеңнің киімін жоғары көтеріп қой. Балам әкеңнен ұят болмасын. Әкеңнің аяқ киімін дұрыстап қой. Әкеңді тамаққа шақыр. Әкеңнен рұқсат сұра. Әкеңді шығарып сал. Әкең келе жатыр, үйде жинастырың. Әкеңнің мазасын алма. Осындай сөздердің бір күнде кем дегенде біреуі айтылып тұру керек. Және мұны балаға істете біл. Ал мен мамаларыңа рахмет айтыңдар. Мамаларың ренжіп қалмасын. Мамаларыңа сыйла берейік. Мамаларыңмен ақылдасыңдар деген сөздерді айтып тұруым керек. Ойындағысы болмай қалса, шер тепкілеп, шер тырнап шылап екеумізді боқтап жатқан мына боқмарын ертең басымызды қайонға қаратар дейсің. Сені мені қазірден бастап өзіңе қолқанат, балама құл қылмай-ақ қой. Мұны тыймасаң, ертең-ақ сен де менің қатарыма қосылып, келініміз бен баламыз отырған арбаға шегілген қос аттай, қос аяқтайтынымыз анық іс. Ақырып қалайын десең, жүрек қабы жарылып кетеме, түрітіп қалайын десең, қабаттан секіріп кетеме деп тірі күйік тартудан Құдай сақтасын. Баланы жұмсап үйрен. Ауылда өскен баламыз ғой, жұмсалғаннан жаман болған жоқпыз. Баяғыда жиреншеге біреу қолқанатың бар ма дегенде, ат үстінде тұрған жиренше бар деп 3 жастағы баласын көрсетіпті. Ойбай-ау, мынауда қолқанат ба депті жолдасы. Сонда жиренше шерге қамшысын тастай салып, 3 жастағы баласына «Балам, қамшынды алып беріп жіберші» депті. Баласы домаланып келіп, қамшыны шерден көтеріп, әкесінің қолына жеткізіпті. Сонда жиренше қолқанат деген осы емес пе деген екен. Оған қарағанда, одан 2 есе жастағы бала су құйып іше алмайды деген не сұмдық. Баяғы демей-ақ қояйын, өз әкемді, өз ауылымдағы әкелерді көрдім. Кедейінде, байында көрдім. Қонаққа барса да, бала көтеріп безілдеп, немесе шынашақтай баласына «Сөйтесің бе, бүйтесің бе? Қане мынаны көрші» деп маймылша билеп тұратын бүгінгідей әкелерді көрген емеспін. Баласына әкесін сыйлата алған әйел нағыз әйел. Ол әйелдің басы баласының алдында да, шарының алдында да қадірлі боларына күмәніңіз болмасын. Алладан алар сый басқа. Әңгіме оқығанның ең болмаса 1-2-інің санасына жетсе, өкінбейсіз. Сіз сол адаммен келешекте құда жекжат болуыңыз бек мүмкін. Әрбірімізге жаратқан ие, жақсы ата әже, әке шеше болуды
жазсын.